Ертеде адамдар жазуды білмеген. Олар ойларын жеткізгісі келген. Сондықтан түрлі таңбалар салған. Бұл таңбалар алғашқы жазулар болды. Осылайша көне жазулар пайда болды. Алғашқы жазулар үңгірлерде болған. Адамдар үңгір қабырғасына сурет салған. Тастарға да таңбалар жазған. Бұл жазулар өте көне. Олар бізге тарихты көрсетеді. Ежелгі адамдар табиғатта өмір сүрген. Олар көргендерін суретпен көрсеткен. Аңдарды да бейнелеген. Өз өмірін жазып қалдырған. Бұл бізге өткенді түсінуге көмектеседі. Кейбір жазулар тасқа ойылған. Адамдар арнайы құрал қолданған. Тасты ойып таңба салған. Бұл жазулар ұзақ сақталады. Сондықтан олар бүгінге дейін жетті. Ежелгі адамдар балшықты да қолданған. Балшықтан арнайы тақта жасаған. Оған үшкір құралмен жазған. Кейін ол балшық қатқан. Сөйтіп жазу сақталып қалған. Кейін адамдар папирус қолданды. Папирус өсімдіктен жасалды. Оған жазу жеңіл болды. Бұл қағазға ұқсас материал. Сол кезде көптеген жазулар пайда болды. Көптеген көне жазулар жер астында қалған. Уақыт өте олар құммен жабылған. Ғалымдар оларды іздейді. Археологтар қазба жұмыстарын жүргізеді. Олар көне жазуларды табады. Біздің жерімізде де көне жазулар бар. Олар көне түркі жазуы деп аталады. Бұл жазулар тастарға жазылған. Олар далада сақталған. Бұл ата-бабамыздың мұрасы. Көне жазулар тарихты сақтайды. Олар өткен өмір туралы айтады. Ғалымдар оларды оқиды. Мағынасын зерттейді. Сол арқылы біз тарихты білеміз. Ертеде қалам басқаша болған. Қауырсын қалам қолданылған. Сиямен жазған. Қағазға әдемі әріптер түсірген. Бұл да көне жазу құралдары. Көне кітаптар өте бағалы. Оларда ескі жазулар бар. Кітаптар бізге білім береді. Көп тарих кітаптарда сақталған. Сондықтан кітап маңызды. Әр халықтың өз жазуы болған. Жазулар бір-біріне ұқсамайды. Әріптері де әртүрлі. Бұл мәдениетті көрсетеді. Жазу халықтың байлығы. Ғалымдар көне жазуларды зерттейді. Олар жазудың мағынасын табады. Кейде бұл өте қиын болады. Бірақ олар көп еңбектенеді. Сөйтіп құпияларды ашады. Көп көне жазулар музейде сақталады. Оларды адамдар көруге келеді. Музей тарихты көрсетеді. Онда көне заттар көп. Бұл өте қызық орын. Тасқа жазылған жазулар ерекше. Олар өте ұзақ сақталады. Жаңбыр мен желге төзімді. Сондықтан әлі күнге бар. Бұл тарихтың белгісі. Көне ескерткіштерде жазулар болады. Олар үлкен тастарға жазылған. Бұл ескерткіштер тарихты көрсетеді. Адамдар оларды қорғайды. Себебі олар өте құнды. Балшық тақталар да маңызды. Оларда көне жазулар бар. Ғалымдар оларды зерттейді. Олар арқылы көп мәлімет табады. Бұл тарихқа көмектеседі. Көне кітаптар өте қызық. Олардың беттері ескі. Бірақ жазулары сақталған. Оларды оқу қызықты. Олар бізге білім береді. Көне жазулар үлкен мұра. Олар өткен өмірді көрсетеді. Бұл адамзат тарихы. Оларды сақтау маңызды. Себебі олар өте құнды. Бүгін біз жазуды қолданамыз. Біз кітап оқимыз. Біз дәптерге жазамыз. Жазу бізге білім береді. Ал оның тарихы өте ертеден басталған. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.